Бүгінгі сабақ өттің әсерінен майлардың иммунизациясы. Бүгінгі сабақтың мақсаты не? Бүгінгі сабақта біз өт адам организмі үшін неге керек? Өт қандай бір қызмет атқарады? Сол жайлы алды. Қазір 3 топқа бөлініп алдық. Ендігі осы сабақта осы сұрақтарға жауап береміз. Енді бірінші мына бір анықтамаға қарайық. Нұрай, дауыс оқып жүр. Ең үлкен асқорыту безі оның ересек адамдарға орташа салмағы бауыр адам организмінде қай жерде орналасқан? Жалпы не білеміз біз бауыр жайында? Қай жақта орналасқан? Не істейді? Қазір айтыңызшы. оң жақ бөлігінде орналасқан. Иә, Аружан айтамыз. Оң жақ бөлігінде құрсақтың оң жақ бөлігінде. Мынау оң жақ бөлігіміз біздің бауырымыз. Міне, осы жерде орналасқан. Жақсы отыра ғой. Ұйқы безінен бөлінетін ферменттер. Ұйқы безінен бөлінетін ферменттер. Липаза. Так, амилаза. Амилаза, липаза и... Я, толстой. Отрак. Трипсин. Пепсин басқа заңға болады. Пепсин. Енді қараңыз, осы үшеуі бірдеңелерді ыдырататын еді ғой бір. Басын бастайық. Асқазандағы пепсин ферменті нені ыдыратады? Пепсин. Нәруыздарды. Так, енді 12 шекке құйылатын ұйқы безіндегі 3 фермент. Липаза нені ыдыратады? Майларды. Амилаза көмірсуларды. Трипсин нәруыз. Болды, міне осы үшеуі ыдыратып шықты. Мына тақырып бойынша біз барлығын айтып түсіндірдік. Қай органда не болатынын. Так, бір қайталап өтейік. Бірінші біздің ас қорыту жолы неден басталады деді? Айбек. Неден басталады деді? Ауыз қуысынан. Ауыз қуысында қандай өзгерістер түседі тағам? Ауыз қуысында сілегеймен не болады? Шайналып. Нанның айбек тәтті дәмін қаймаққа сеземіз? Көп шайнады. Неге? Дұрыс, иә. Глюкоза бөлінеді, глюкоза тәтті болғандықтан нанды көп жегенде тәтті болады. Нанды көп жегенде, нанды көп шайнамын. Көп шайнаймыз. Естейді ол тұзғы шықылар? Ертеді. Тәрбі жоқ. Орынбай, дұрыс айтасың. Бактерияларды залалсыздандырып, тамақтың бірге түскен микробтардың бәрі бөліп жүреді. Так, бұл енді бірінші қызмет астанадағы, екінші қызмет астанадағы жаңағын айтып өттік, қандай фермент бар? Пепсин ферменті тамақтың құрамындағы нәруыздарды ыдыратады. Болды. Ары қарай кеттік, 12 шекті жаңағын айтып өттік. Енді аш шекке келдік. Аш шекте не істейді? Тамақ. Ыдыраттық, аш шекте Қорытылады. жоқ, қорытылды ғой енді. Қанға сіңіріледі. Тамақ сіңіріледі. Қанға не сіңіріледі? Лимфаға не сіңіріледі деді. Қанға сіңіріледі. Екінші бөлім. Су, дәрумендер, минералды тұздар. Қанға біз жаңа ыдыратып алдық. Майды, көмірсузды, тұзды. Нәруызбен не сіңіріледі қанға? Көмірсу. Нәруызбен және де көмірсу ыдыраған өнімдері қанға сіңіріледі, ал май қайда кетеді? Май қайда кетеді? Май лимфаға кетеді. Болды, міне. Сонымен біз тамақты қорыттық, сіңірдік, одан кейін тоқшекке өттік. Тоқшектің мына бір кішкентай өсіндісін не деп атайтын едік?
мақұл тағы бір өсім де бар дедім. Ол бізде адамды ас қорытуға қатыспайды дедім. Жануарды ас қорытуға қатысады. Дұрыс айтады. Қазір мына осы сол тақырып бойынша biz de ayarlamak. Сейчас 3 minut vakit çıkıp bir olayım. Derslerimizi aşağımız. Bana doğru yapmamız. Енді бүгінгі сабақ өтчейді. Бағана бастады. Бауырды айтсақ, одан кейін осы кітаптан оқуптан тақырыпты тауып ашамыз. Өрттің әсерінен майлардың иммунизациясы деген тақырыбымызда осы өрт жайында оқамыз. Өрт қалай түзеді? Сұраққа назар аударыңыздар. Өрт қайда түзеді? Бұның жауабы білеміз. Тәулігіне қанша рет өрт түзіледі? Екінші сұрақ. Үшінші, өрттің шекті бөлігінің үрдісі неге тәуелді? Яғни 12 шекті ұлталарға өрт бөлінеді деп жатырмыз. Ол неге бөлінеді? Сұрақ. Төртінші, өрт неден тұрады жалпы? Құрамы. Және соңғысы, өрттің ағзадағы рөлі не? Егер өрт болмаса не болады? Осы 5 сұрақ. Қазір оқулықпен жұмыс істейміз. Тағы да 3 минут уақыт беремін сіздерге. Осы айтылған 5 сұраққа жауаптарыңызды жазбаша түрде жазсаңыздар да болады. Схема, сызба түрде жазсаңыз да болады. Ақылдасып, бірлесіп, осы жерде топ болып жұмыс істейміз. Мұна бізге дауыстап, жаслан? Өт сарғыш қоңыр, дәмі ашқылтым, қою сүйықтым. Өт бауырда пісіріп, одан кейін өт шығарғыш өзек арқылы өт қабына келіп құйылады. Өт қабынан егер ағза қажет етсе, ең негізгі өт шығарғыш өзек 12 елешекке келіп құйылады. Ас қорыту кезінде өттің атқаратын қызметі үлкен. Ол қоректік заттардың құрамындағы майларды ыдыратады. Өттің әсерінен ферменттердің қатысуымен майлар қоректік заттардың құрамынан өте майда тамшылар түрінде бөлініп шығарылады. Бауырда тәулігіне 0,5-тен 2 литрге дейін өт бөлінеді. Бауырдан бөлінген өтпен бірге ағзаға қажеті жоқ. Және зиянды химиялық заттар сыртқа шығады. Болды, жақсы. Қараңызшы. Қоректік заттардың құрамындағы майларды ыдыратады деген. Ерітеді деген сөз емес. Ыдыратады деп жүреді. Так, тағы сұрағым ішінде. Қандай жануарда өт болмайды? Дұрыс айтады ма? Неге өт болмаса, ол жылқы жаңағы жеп атқан шөп ішінде құрамында май бар ғой? Қалай ыдыратады? Тағы сұрағым бар. Өт қабының ішіне тас толып қалады дейді. Естігеніңіз бар шығар? Өттегі тасты алдырыпты деп айтып жатыр адамдарға. Өтін тасты алдырған кезде өт қабын алып тастайды. Яғни оның да өті жоқ ол адамда. Сонда ол адам қалай өті жоқ болып өмір сүреді? Жылқы қалай өті жоқ, қалай өмір сүреді? Жоқ. Сол тамақ сол асқазанда түсіп жатыр. 12 шектен өтіп жатыр. Аш шекке бар ма? Қараңыз, сізде тек қана өт қабы жоқ. Жылқында естеріңізде болсын. Нұрай көрсетті. Жылқыда өт қабы жоқ. Сондықтан қазақ айтады, жылқыда өт жоқ деп. Жылқыда өт жоқ. Ал бірақ бауырдан тәулік бойы өт бөлініп жатыр. Ол бір жерге жиналып жатқан жоқ. Қайда барып жатыр? Ол табаққа барып жатыр. Ол жиналмайды. Тікелей ұлтабарға құйыла береді. Жаңағы өт қабының ішіне тас жиналған адамдарда операция жасап
өт қабыл алты сағат бөлінді деп, ол өт тоқтамайды бөлінуге. Себебі май тамақты бәрібір жейді ғой. Ал майды тұрату керек. Майды тұрату үшін бізге өт керек. Өт керек, әрине. Енді эмульгация тоқтап өтейік. Так, қанекей, тағы біреуіміз дауыстап, әсет. Эмульгация май 90% эффектен тұрады, аспен келеді, майлар суда ерімейді, ферменттер арқылы ыдырайды, суда тек су және май деңгейіне ғана келеді. Сондықтан панкреатиндік липазалы майларды гидролиздейтін майлардың эмульгациясы болады. Эмульгация май мен судың араласуы аш ішекте болады, өт қышқылының тұздары арқылы болады. Өт қышқылы холестеролдан бауырда жасалып, өт қалтасына құйылады. Өт қалтасында өт болады. Ол созылмалы, сары, жасыл түсті өт қышқылдардан тұрады. Фосфолиттер мен холестеролдардан тұрады. Майлы тамақтан соң өт қалтасы оны екі елі ішекке құйылады. Үлкен тамшылар ұсақ тамшыларға айналып ыдырайды. Майлар эмульгациясы болады. Эмульгация май пен су күрелінің ұлғаюына келеді. Панкреатиндік липаз арқылы май гидролизіне іске асырады. Сонымен түсіндік. Бауырда тәулік бойы үздіксіз өт жүреді, ол өт қабына жиналады. Өт қабының ішінен тамақты жеген кезде майлы тамақ болатын болса, үздіксіз қайда барады екен? Мынау не? Ұлталарға. Осы жерде майлы тамақ ыдырайды. Эмульгация деген сөзге біз әзірледік балалар. Біз тек айтып отырмыз, өттің әсерінен май ыдырайды деп. Сұрақ сіздерге. Өсімдік май болсын, қапты май болсын, суда ерей ма? Рауан? Суда ерей. Майдың ешқайсысы суда ерей. Жақсы. Сонда біздің жаңағы бауырдан бөлініп жатқан өт еріп жатыр ма? Эмульсия деген дүниені білеміз бе? Эмульсия. Қандай зат ол? Так, ол қандай масса немесе, қандай бір зат егер химия курстан білесіздер ғой, суда ерімейтін заттарды сумен араластырып ұсақ жаңағындай бөлшектерге ыдырататын болса, ол эмульсия деп аталатын болады. Сол эмульсиямыз өт жаңағы майды ыдыратып, сумен ұсақ тамшыларға айналдырады. Соны біз эмульгация дейміз. Мынау не? Әсел. Әсел. Так, мынау үшінші цифрмен берілген? Ешқашан еріп кетпейді, тек ыдырайды. Енді мынау тапсырма, бұл сіздерде оқытудың тақырыптың соңында тұр. Қараңыз, өттің шекке бөлу үрдісін белсендету немесе тежеу себептері туралы не айтармыз? Яғни өтті аз немесе көп бөлу неге байланысты? Екінші, өттің құрамы мен қызметін сызба, схема түрінде көрсетесіз. Өттің құрамы, қызметі схема түрінде ғана. Үшінші, өттің барлық қызметін критерий бойынша жүйелейсіздік. Критерий ойласыз өзіңіз. Өттің қызметі мынау болмағанда мынандай болар еді деген сияқты. Төртінші, өттің ағзадағы рөлі туралы шағын ғана ескеріңіздер. Ол сіздерге келесі сабаққа тапсырмақ. Енді ұмытпаңыз, бүгінгі біздің сабағымызда қандай терминдер болды? Эмульгация, өт қышқылы, ферменттер, холестерин, билирубин, бұлар келесі сабақта толық өтем. Шек микрофлорасы дегенде. Жақсы, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды болар. Егер де қазір өздеріңізге түсінікті болса, басқармаңызды көтеріңіз. Жоқ, жартылай енді түсініп жатқан болсаңыз, көлденең мүлдем ештеңе түсінбесеңіз төмен қойыңыз қолыңызды. Қайда? Тамаша ма? Барлығы? Керемет? Жақсы, рахмет сіздерге онда. Осымен сабақты аяқталды.